14 номер Абденов Дәулет. Ойнамайсың ба, команда кетіп қалды. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен біз қайта АК-10 халық командасы, ойыншылары Қуаныш және Мақсат. Достар, бүгін бізде екінші тур ойын өтеді. Біздің қарсыласымыз Қаршыға командасы. Жалпы бізді қандай команда десеңіздер, мына жерде подсказка тұрады, сол жаққа кіріп көрсеңіздер болады. Ал бізді бұрыннан бақылап жүрген адамдар. Кеттік, ойынды тамашалайық бірге. Менсінбеуге де болмайды да. Олар ойнайтын жігіттер шамалы алдында школа дам өткен шығар дегенде. Бірақ біздің ойын айтады ғой, орысша айтады, дейді. Надо играть с позиции силы дейді. Бірінші минуттан бастап, уже бірінші таймда Құдай қаласа, мүмкіншілік болса, бірінші таймда шешіп тастау керек. Сосын жаймен деп уже тағы жігіттер бар заменда отырған, оларды да көргім келеді дегенде. Когда мынандай қиын ойын болып жатқанда замен істеу өте қиын да. Спокойно, серьезно, по-мужски дегенде разыграть, керек кезде итер жіберіп, баспен тығып жіберіп, сөйтіп жасап тастау керек. Бұлар жас балдар ғой, кейбірде сескенеді, кейбірде не. Но футбол болғасын үш жерде братишка айтады ғой, да, картишка нет братишек дегенде. Поэтому бір қатты жіберсең кешірім сұрап кете бересің дейді. Поэтому бүгінгі без нервов ойнау керек, жасау керек. Айтатын жоқ. Так, жігіттер, бүгін енді ойын күні. Қалай болса да бүгін 3 очко алуымыз керек. Егерсілан бермеу керек. Кішкене қатты ойнап қалсақ кешірім сұраймын. Жас балалар оларға допсайт етеді. Но біз физически алуымыз керек. Қалайша болса, түсінер ма? Так, по составу біз 4-4-2 схемамен ойнаймыз. Вратарь, бізде Руслан, екі центральный защитник Зуляр, левый и правый бізде Қуаныш. Оң жақ защитада бізде Марго, сол жақ защитада Арсен. Ортада Аблай, Рамазан басаймыз. По краям оң жақ Мусафа, левый Мади, впереди у нас Расул мен Жаслан. Все, қаландан дайындалды. Жас көріп тұрсыңдар, менсінбей шықпаймыз, шығамыз, до конца ойнаймыз, борьбадан ұтылмаймыз, ұқтар ма? Бәрін бірін үшін до конца. И подсказ сындаймыз, Аблай аралардың ең үлкен подсказ сындаймыз, через Аблай ортамен ойнайсыз, Рамазан екеуімен. Флангтағы өздері задачаларын білесің, крайдан өтеміз, подача, ярай ма? Ойын кезде көресіңдер. Все, давай, удачи. Бірер сәттерден кейін бізге протокол әкеліп беретін болады. Содан кейін мен сіздермен бүгінгі ойындағы командалардың бүгін Максим эфирде. Сіз команданы айтып жібересіз. Команда жалпы балалар жастармен ойнап отыр бүгін. Бір үлкен сынақ болады сияқты. Жастарымыз лыпылдап тұр ғой, көздері жанып. Физика ғой, физика. Бізде де жастар бар, мысалға бүгін Мұстафа бізде дебют жасап отыр. Ассалаумағалейкум. Біз ё-моё, короче, мини-футболдан только что өтіп келдік. Альхамдулилля, бірінші орынға шықтық ПФЛ-дан. Визамен ойнап келдік, 2 тайм ойнап келатырмыз, сол себептен. Бүгін скорее всего мен ойнамаймын. Балалар енді өздері бірінші айтетін бұйырса. қақпаға керемет соққы бұл жерде өте тамаша
және қауіпсіздік Тамаша мүмкіндік. Керек. Жалмасуда. қалғанда біреудің аяғы тиіп кетті жүре алмай қалғансың Корнер! Марго, крем, стань! Марго! Я же прошлый матч хорошо же сыграл, шикарно сыграл. Қаршыға командасының шабуылы, бірақ әуелетіп берген пас Қаршыға командасының қақпаға соққы. Кезекті шабуылы өткен жоқ бұл жерде Акаон командасы. Тамаша пас, бірге бір қақпашымен қақпаға соқ. Кука, Марго. Қорғаушы Акаон командасын шығарып үлгерген екен допта. Пас қалай әдемі өтті. Қосалқы құрамда 8-ші номер Айдос Мұса, 10-ші номер Мақсат Нұржігіт, 13-ші номер Ростам Тоқтар, 10-ші номер Келгенбай Алишер, 14-ші номер Абенов Дәулет. Біздің бірінші гол. біздің бірінші гол хорош лучший Расул, хорош, Расул. камера ойната ма дегенсің Кішкене бар андай. Прессинг жасап, прессингпен допты алып, вратарьға противоход қол салдым. Вратарь просто ұйықтап қалып болды. Біз ұтып атып. Қаршыға командасы бірінші номер Еруй 99-ші номер Шалық Абылай, 15-ші номер Қайырбаев Елдар, Жи, темпті басынан. Амир Ахат. Қақпаға соққы бағыттады. Керемет.
мүмкін сәл гол салатын сияқты деді ғой қазір. Түсті гол салды. Соны салып қоясың. Мен гол салам деп бүгін что-то чуйкам бар. Айсұлтанға айтамын ше. Сол салдым бүгін. Абайдың керемет қасымен Намаз оқып келдім бәрі орнынан. Ya құрметті. Давай, Диман, спокойно. Мен енді ғана келдік. Басталған кезде басынан бірінші таймнан бастап көрдік. Дәл осы темппен жігіттер оларға вообще расслабон ұстауға болмайды. Көрдіңдер ғой бағанағындай бір-екі момент, екі гол болды. 2-0 деген вообще счет емес. Так что бізде қазір тағы ар жақта матч болып бара жатыр. Маған кету керек болып тұр. Сол себепті мен ойлағым ғой қазір барып намаз оқып келейін. Сосын есілше өзім шығып бір-екі счет жасап кетейін ба деп. Келсем 2-0. Сол үшін альхамдулилля жігіттер. Вот осы, давайте рахаттанайық. Кім банкада отыр, ойнамай жатыр, жігіттер іштен кетпейді, бәріміз ойнап үлгереміз, иә? Команда бір адамнан ғана тұрмайды жігіттер. Командадан тұрады, сол себепті өзімізді ғана ойламай, бәріміз дружно осы ойынды до конца жеткізіп тастайық, жарай ма? Сосын празднование жасайық жігіттер. Кімде празднование жасайды, соларға ерекше нелер болады, приз болады өзіміз. Иә, празднование заранее ойластырып қойыңыздар, жарай ма? Сол кішкене на позитиве Аблайды тыңдаймыз капитанды. Я, сосын, рабочий рассказ, хорош, давай. Расул, Мади и Мұхамеджан алда үшеу. Все, осылай шығамыз. Расул, десе берме. Через 10 минуттан замена алсырам. Бірінші тайм басында кішкене қиын болды. Онан кейін уже білмеймін, соперник жас болғаннан кейін шаршап қалды ма. Біз момент пайдаландық жақсы. Екінші таймға болжамыңыз қандай? Екінші таймда болжам счет 5-3 гол саламыз. Сіздің? Екінші таймға болжамыңыз? Иншалла енді білмеймін. Жеңеміз деген ойлаймыз. Дабы гол өткізбеу ең басты гол. Кісі келді, біз сразу гол салдық. Қаршыға және АК командалар ойна. Басталса қателесті Қаршыға. Сембек қақпаға соқты. Тамаша Гол! Қостың ғой. Қостың гол кірді. Ладно, контент сделаем, наверное, сделаем.
Өтті. Есеп 4-0. Бұл негізінде мен дальныйға бергем, но кейбір айтады случайно деп, но случайность не случайный. Алаңға оң жалма суда. İşine var артынан айтам ойын. Оң қапталмен пас беру керек Яковенко Данил. Бұл жерде кішігірім 18-18. Не здесь просто паса берешь? Нет. Анау былайына. Ойнамайсың ба? Команда кетіп қалды. Ұстап орындан басқа бір. Амирахатов. Тамаша пас. Бұл жерде пенальти құрметті көрмендер. Айыптауға басталышы Аманбай Сұлтан. Шешкен екен және қызыл қағаз Тұнығұлы. Тұнығұлы қызыл қағаз. Красный мына бар болғанда. Марго жаңадан не қалды? Ерес болды сол. Жақпай ерес. Жынды ма? Мага тоқтап жүрді. Бағана бері ойын ырымындап жүрді ойын кезде. Білмеймін, анау келіп өз ұрып құлады, маған ештеңе деген жоқ, алып там тез бере салды. Жоқ, бірақ жол түй берді ғой, екіншісін қызылып көрсетіп жатыр. Вообще ештеңе деген жоқ мен оған. Анау деді, болды ғой. Команда капитаны Яковенко. Яковенко соққысы қақпаға. Екі Карелада байқалады ма? Энергиясы миден жүрмін. Страшно. Карела сөйледі адам. Страшно ойлайды. Марго қайда, Марго? Марго қайда? Бас қақпаға соққы. Тағы бір құрметті көрермен иесі.
Пас Яковенко. Мирхатов. Әуелетіп берген пас қақпаға соққы. Рәшин қарсылы командасынан. Алақ командасы. Мұхтардың кезекті 4 ойыншыны алдағы ерді. Ал бұл жерде тағы қақпаға соққы. Берген пас. Қақпаға соққы бағыттау керек. Қақпаға соққы. Есеп қысқарды құрметті көрермендер. 6-1. Бірақ Қызыл қағаздың күшімен, ақ білектің күшімен. Бля, харыс. Адем. Кел. Жақсы жігіттер, барлықтарыңа ойын үшін рахмет. Самоотдача жоғары деңгейде болды. Барлық еңбегіңіз шүкір ақталып жатыр. Поляда, тренировкада бүкіл істеп жатқан нәрсеңіз бәрі ақталып жатыр. Шүкір осылай бола берсін. Баста еңбектерді тоқтатпайық, бір-бірімізге сене берейік. Әр ойынымыз жеңіспен жалғаса берсін. Рахмет. Давай. 1, 2, 3. Рахмет барлықтарыңа. Ең басты жеңістерін бастаймын барлықтарың. Дальше бойынша осылай жалғаса берсін, иә? Тоқтамайық, до конца сезон біткенше чемпионство айын осы ұтылмауымыз керек қой, былайша айтқанша. Қол жібермейсің. Сол барлықтарыңа вроде барлықтарыңа вовремя уақыт бердім. Араларында бар екен конкретно жаңағындай мінездерін көрсетіп, претензияларын айтып, конкретно ұнамай ма? Кеп айтыңдар. Болмаса главный тренер айтыңдар. Главный тренер мені тастады, мен өз жұмысымды жасап жатырмын. Кім қай уақытта шығарам? Шығып жатыр ғой, мен жайсыздың алдында 5 минутқа да шығып жатыр. Ренжіп жатыр ма? Жоқ, ренжіп ойнап жатыр. Мен до конца команда үшін. Бұл команда сондай медиа болғаннан кейін ойлаймын, барлықтарын түсінулері керексің деді. Мықтысыңдар ма, нақ барыңдар премьер лигаға барып ойнаңдар, нақ конкретно по факту айтайын сіздерге. Просто тұрып алам, неғып мені ауыстырасың, неғып. Көріп тұрмын ғой, кім қалай ойнап жатыр, кім қанша минутқа шыдап жатыр, нақ. Мұны ұсыныстарына қарап жатырмын, бәріне де шанс беріп жатырмын. Қолымнан келгенше, түсініп отырсыздар ма? Ертең главный тренер келеді, мен оғанда ол кісіге алдында айтқам, ол кісінің тағы да жұмыстарымен кетіп қалды. Шаруаларымен, сол себептен мені қалдырды. Енді менің қолымда болғаннан кейін, мен өз жұмысымды жасап жатырмын. Так что жігіттер, жаңағыдай ренжіп, андай ранимая болды ондай. Жаңағы Даука мысалы, кеп ренжіп жатыр, шыға ренжіп жатсам, Даука ренжіп жатыр. Ол өткенде шықтым бірінші тайм. Конкретно ойнады по факту, иә? Бірінші тайм отыграл. Но өшті. Ну, отырғызым. Оған екінші таймда уақыт беріп жатыр мысалы. Ол кеп формасын лақтырып, анау-мынау. Сразу келесі қалайық осы маған. Бізде артта қаншама біраз ойыншы бар, иә? Резервте тұрған ойыншылар бар. Орындарда қосатын боламыз. Если ұнамаса, жарай ма? Ренжудің қажет жоқ. Ауысырды ма, болды, спокойно ауысырсыңдар, жұдасаңдар, керек емес болды. Артық әңгіме, мен не үшін, не қандай себеп, қандай претензия, Рамазан. Зачем? Үндеме, болды, жұдасал, замена ауысың, отыра сал, болды. Келсе шығасың, тағы да уақыт побольше болады. А так, главное, барлықтарыңа рахмет ойын үшін. Жақсы ойнадыңдар, заменадан шыққандар өте жақсы келдіңдер, молодцы, похлопали. Ящиктан элементарный пример алыңдар. Алдыңғы матч 5 минутқа шықты, голын салды, пожалуйста, старт заслужил. Претензия жоқ. Так что каждый сондай отношение.